Сәлем достар, сендермен бірге Ерасыл. Заманның дәуірінде, маймылдар дәуірінде Ерасыл есімді қомыз сәпиніс ютубқа видео түсіріп тұратын. Жаза кеткен еді, сол кеткенде мол кетті. Көзден кеткен естен кетеді демекші, естеріңізде бармын көз. Бірақ бастысы мен ютубта тастаған жоқпын. Сіздерге қалың сылтау айтып бастарыңызды ауыртып не қылайын? Бастысы қайта оралумен қатар тізіп жазған тізім көп. Көпіршілік болмаса, құдай қаласа, 2024-ке жоспар көп. Сондықтан арнадан алыстамаймыз. Енді сәл кешігіп қалған бүгінгі біздің видео мерекелік видео. Міне 2024-те келді. Таңың қалай атса, кешің солай батар. Соған жорып жаңа жылды жақсы қарсы алуға тырысайық. Ал жақсы көңіл күй үшін мерекелік атмосфера, жақын адамдармен сыйлықтар және бастысы мерекелік фильм керек. Бүгін мен сіздерге тамаша бір туынды дайындап қойдым. Сондықтан экранға жайғасып видеоны тамашалайық. Фильм Мерли есімді шалдың жаңазасымен басталады. Ол біздің басты кейіпкермен ұзақ жылдар бойы бизнес әріптес болған. Әріптесінің жаңазасына садақа тастамай, шерген бай болса да сұмдық қарау, қабағынан қар жауған мына шалдың есімі Скрудж. Иегімен мұрны сүйсейін деп тұрған бұл шалды қала тұрғындарының барлығы таниды. Ешкімге қабақ шытпайды, оған ешкім де жоламайды. Тырысқан шалға жағатын ештеңе жоқ. Есіл-терті ақша ғана. Арада 7 жыл өтті. Тырысқан шал әлі офисте. Одан біз сол офисте істейтін жұмысы иттей, алар айлығы биттей байқұс Хачитпен танысамыз. Ол Скрудж шалдың жұмысшысы, бірақ оған Скрудж құлдан төмен қарайды. Байқұстың көнбістігі сонша, айлы қосу тұрмақ, офистің жылулығына ақша төлеңізші деп айта алмай, майшамға қолын жылытып жұмысын үн-түнсіз жасай береді. Сол кезде офиске Скруджтың нағашы бауыры кіріп келіп, мерекеде болатын кешке сізді шақырамын дейді. Бірақ Скрудж, ондай әлем-жәлемға менде уақыт жоқ, сендер секілді ерігіп жүрген ешкім жоқ, деп айғай салады. Одан офиске біраздан кейін екі белсенді адам кіріп келіп, мерекеге орай өтетін үйсіз жандарға көмек көрсету жайлы қайырымдылық шарасын таныстырады. Сол кезде Скрудж, үйсіз басауларды соттап жібермейсіңдер ма? Тегін жылы жерде тұрмай ма? Сіз сонда жазықсыз адамдарға өл дегеніңіз ба? Ондайлардың біреуге масыл болмай өліп қалған артық емес пе? Ертең мереке, Скруджтен басқа барлық қала тұрғындары қуанып жүр. Ересек адам болған Хачит те балаша таяқ жолда сырғанап күлуде. Ал Скрудж зәулім қарақапас болған үйіне келеді. Оның өмірінде не мән жоқ, не сән жоқ, құдай сүйер қылығы жоқ, не әйелі жоқ, не баласы жоқ. Жалпы ақшадан басқа дымы жоқ. Солай ол өзі жалғыз сопайып отырғанында тықыр-тыбыр дыбыс шығып, есіктен әлгі қайтыс болған әріптесі Мерлидің елесі келеді. Ол Скруджге тірісінде істеген күнәлар үшін о дүниеде қиналып жүргенін айтады. Ал Скруджде әлі де болса бәрін өзгертуге уақыт бар дейді. Және кешке оған 2 мерекелік әзәзіл келедіні айтады. Қорыққан Скрудж төсекке тығылып қалады. Ал біраздан кейін оның бөлмесіне майшам секілді елес келеді. Ол Скруджды жетелеп бір мектепке алып келеді. Бұл мектебі Скрудждың оқып бітірген мектебі. Басқа барлық балалар ойнап күліп жүрсе, терезе алдында кішкентай Скрудж өзі жалғыз отыр. Бала Скруджде досы жоққа көңілсіз болса да, ер жетіп жас жігіт болғанында, керісінше жүзінен күлкісі кетпейтін адам болған. Ол кезде Скруджде қазіргідей көп ақшасы болмағанымен, достары, сүйген қызы, ойын күлкіге толы ортасы болған. Бірақ ол бизнес бастап табысқа жете келе, мінезі, көз қарасы өзгеріп сала берген. Жанында жүрген барлық жанды ренжітіп, карьера деп бәрін ұмытқан. Бұлардың ешқайсысын есіме түсіргім келмейді. Біраздан кейін есік ашылып келесі елес келеді. Ол елес Скруджды өзі қанша туып өссе де жұмыс істеп қолы тимеген Лондон қаласының әдемі жерлерін көрсетеді.
Одан елес Скручты жұмысшысы Хатчиттің үйіне келеді. Хатчиттің отбасының әл-ауқаты өте төмен екен. Қанша жағдай жоқ кедей болса да, үйдегі бар адам мен отбасы түгел жиналып, жылы лебізбен мерекені күтіп алуда. Бірақ қу дүние жығылғанға жұдырық болып, Хатчиттің ұлының денсаулығы өте нашар екен. Емделмесе көп ұзамайтыны анық. Ай, бейшара байқұс балай, не жазды екен? Ондайлар елге масыл болмай өліп қалғаны жақсы емес пе? Неге түрмеге қамамасқа? Скруч айғайлай ойбайлай қашуда. Мен уәде берем. Түсіндім. Барлығын түсіндім. Барлығы түс екен. Мен тірімін. Жаңа жыл құтты болсын, Делбір ханым. Қылықты келіншек. Өмірге қайта келген Скруч дүкендегі ең үлкен сыйлықты Хатчиттің отбасына жіберіп, балаша ойнап, әлгі қайырымдылықпен айналысып жүрген жігіттерге өзі барып кезігіп, көмектесетінін айтады. Одан сықиып киініп алып, нағашы бауырының кешіне де барады. Ал оның туыстары оны қуана қарсы алады. Ал таңертеңінде байқұс Хатчит жұмыстан сәл кешігіп қалады. Мен бұндай нәрсеге шыдай алмаймын. Сондықтан сенің айлығыңды қосам. Мереке құтты болсын, Хатчит. Мен сенің балаңа көмектесемін. Сен өте жақсы адамсың. Скруч осылай түбегейлі өзгерді. Хатчиттің баласының ем-домына көмектесіп, балақайы толығымен сауықты. Және ол қала тұрғындарына үлгі болар адамға айналды. Осылай фильм аяқталады. Бұл фильм 2009 жылы жарық көрген Polar Express фильмі. Режиссері Роберт Земекис. Бұл кісіні біз бұрыннан білеміз. Назад в будущее, Изгой. Бұл сынды туындыларын бала кезден көріп өстік. Ал басты рөлде аңызға айналған Джим Керри. Жалпы бұл туындыда өте талантты адамдардың жиналуымен өте үлкен ниет шығарылған. Сондықтан да олар жеткізгісі келген ойды толығымен жеткізді. Бұл фильмде мереке жайлы немесе елес жайлы десек, таяз ойлағанымыз болар. Бұл фильмде өмірлік философия жатыр. Бақыт деген затты байлықпен, табыспен ойлаған Скруч уақыт өте келе барлығынан айырылады. Ал керісінше, өмір қиындықтарға толы болса да, балаша ойнап күле алатын Хатчит бақытты. Өйткені Хатчитте демеу олар жақын жандар және мақсат қойып тырысуға себеп болатын адамдар бар. Қазақ айтады ғой, адам күні адаммен. Бұл тек іс пен тірлікте ғана емес, өмірдің мәнінде, сәнінде білдіретіндей. Ал көрермендер, міне 2024-те келді, келе жатқан жыл қайырлы жыл болғай, бақыт пен шаттыққа толы болсын. 2024-те арман мақсаттарымызға жетейік. Келесі видеода келесі жылы кезіккенше сау аман болайық. Жаңа жылың кел, эсколар мен жаңа бәріндей мен ойнайым. Жаңа жылың кел, эсколар мен жаңа бәріндей мен ойнайым. Дара өзің ғом, суық қарлы сенің күлкің жылы тегі ғом. Өмір және көшеді де қызмана жолың. Жығылмасын жастамағы жаңа сүйі болың. Ай, үңгісің менің ай.